Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмді борщ дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеле кетіңіз және қоңырауша белгісін басып өтіңіз. Ең алдымен заттарымызды жуып, тазалап, алдын ала дайындап қоямыз. Бұл жерде етті мен сиыр етін алдын ала пісіріп, қайнатып алдым. Енді қазанымызға сұйық май құйып, қыздырып, пиязымызды салып, аздап қана қуырып аламыз. Және үстінен үкіштен өткізілген сәбізімізді қосып, бұны да аздап қана қуырып аламыз. Енді үстінен жаңағы піскен етімізді турап, қосып, томат пастасын араластырып алып, және де піскен етіміздің сорпасын құйып аламыз. Енді үстінен картобымызды және де ұсақтап туралынған капустамызды қосып, бұл жерде мен тұз қоспадым, өйткені еттің тұзы шықты. Сіздер тұз қосыңыздар дәміне қарай, және де кез келген дәмдеуіштер қосыңыздар. Бетін жауып, жарты сағат, 1 сағатқа жай отта қайнатып аламыз. Енді қызылшамызды үкіштен өткізіп алдын ала дайындап алдым. Сорпамызды 1 сағатқа жай отқа қойып қойдым. Бұны тамақ пісер алдын және тамақты ұсынар алдын 15 минут, 20 минут бұрын қызылшамызды қосып алу керек, өйткені қызылшамыз тез пісіп кетеді. Енді қаймақпен осылай сәндеп, отбасыңызға ұсыныңыз, өте дәмді, керемет тағам болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, кеңес беремін, ас болсын.